Шоқан Уәлиханов атындағы Жамбыл облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы 1 шілде бүкіл әлемдік сәулет күніне орай тарихи ескерткіштер, ұлттық сананың қайнар көзі атты мәдени ескерткіштерге саяхатты онлайн оқырмандар назарына ұсынады. Еліміздің аумағында сәулет өнері орта ғасырлардан бастап дами бастады. Ерте замандағы Қазақстан сәулет өнерінің керемет туындылары ретінде Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Айша Бибі кесенесі, Қозы Көрпеш Баян Сұлу мазары, Домбауыл кешені, кеңес дәуірінде салынған ғимараттар ішінен Алматыдағы Абай атындағы Қазақтың мемлекеттік академиялық опера және балет театры ғимараты, Қазақстан қонақ үйі, Республика сарайы, Медеу мұз айдыны секілді өз әсемдігімен көз тартар ғимараттарды айта аламыз. Ал еліміз тәуелсіздік алып, елордамызды Алматыдан Астанаға көшіргеннен бері сәулет өнері ерекше қарқынмен дамып келеді. Оған мысал ретінде бас қаламыздың ғана емес, бүкіл Қазақстанның сәулеттік символына айналған Астана Бәйтерек монументі, Ақорда президент резиденциясы, Хан Шатыр сауда-ойын орталығы, Нұр Астана орталық мешіті, Бейбітшілік және келісім сарайы, Конгресс-холл, Күләш Байсейітова атындағы ұлттық опера және балет театры бола алады. Жас та болса бас болған ару қаламыздың көркейіп гүлденуінде әрбір қазақстандықтың қосқан үлесі бар.